Абай облысының әкімі Берікуәлидің төрағалығымен кеңейтілген аппараттық кеңес өтті. Жиында Абай облысының автомобиль жолдарының қысқы мерзімге дайындығы және 25-26 жылыту маусымында қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету мәселелері қаралды. Кеңеске облыстық басқарма басшылары, өңірлік департамент жетекшілері қатысты. Аудан және қала әкімдері бейне режимде қосылды. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы Мерей Байырхан, Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы облыстық филиалының басшысы Айбек Әнуарбеков және төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Алексей Штекел баяндады. Барлық аудан қала әкімдері жолдардың қысқа дайындығы туралы ақпарат берді. Облыс аумағындағы республикалық маңызы бар жолдардың жалпы қызмет көрсетілетін ұзындығы 2176 шақырым. Қысқы кезеңде республикалық жолдарды күтіп ұстауға 143 арнайы техника жұмылдырылады. Желтоқсан айында Талдықорған, Қалбатау, Өскемен күре жолының 309 шақырымы қабылданып, қызмет көрсетілетін жолдың ұзындығы 2002 шақырымға дейін артады. Облыс аумағында қар басу қаупі бар 51,3 шақырым учаске анықталған. Бұл бағыттарда тәулік бойы патрульдік кезекшілік ұйымдастырылады. Қысқа дайындық шеңберінде 3100 метр қар тоқтату қалқандары орнатылып, 303 уақытша жол белгісі қойылған. Сонымен қатар республикалық маңызы бар жолдарды күтіп ұстау сапасын арттыру мақсатында көктайғаққа қарсы материал сақтауға арналған 7 жаңа ангар база салынған. Олар Семей және Аягөз қалалары, Аршалы, Қалбатау, Үржар, Қызылкесік және Бесқарағай елді мекендерінде орналасқан. Жиын барысында аймақ басшысы салаға жауапты орынбасар Серік Төлебергеновке аудан және қала әкімдеріне облыстық және республикалық маңызы бар жолдарды қысқа күтіп ұстау үшін техниканың жеткіліктігіне толық талдау жүргізуді, қар басу қаупі жоғары учаскелерге қосымша техника бекітіп, тәулік бойы патрульдік қызметті ұйымдастыруды тапсырды. Сонымен қатар өңірдегі жылыту және тамақтандыру пункттерінде баса назар аударып, тиісті басқармаларға алдағы қыс мезгілінде жедел жәрдем, өрт және басқа қызметтердің жұмысына тосқауыл болатын жағдайлардың барлығын уақытылы жоюды қатаң бақылауға алу қажеттігін айтты.